Атымтай жомарт. Атымтай жомарттың ата-анасының азан шақырып қойған есімі Атым екен. Тай шаһарында туып өскендіктен, тай сөзі жалғанып, Атымтай атаныпты. Өзі есепсіз бай, әрі қолы ашық, мәрт жомарт кісі болыпты. Осындай мырзалық мінезіне орай, ел ішінде айтылатын әңгімеде Атымтай жомарт атанып кеткен екен. Тай шаһарына жақын маңда түлкідей қу бір адам болыпты. Бірде ол Атымтайдан 100 тілді сұрап кетіпті. Жомарт оның аты жөнін білмесе де, сұрағанын беріп жібереді. Тай шаһарынан ұзап шыққан алаяқ, орамалға оралған ділдәсіне қарап, өз қулығына масаттанады. Сол кезде бір қарға ұшып келіп, түйіншекті іліп ап кетеді. Оны да балақтап қуып жете алмай, әбден шаршаған қудың салы суға кетіп, өкініп қала береді. Арада бір жеті уақыт өтеді. Сол алаяқ өзін танытпайын деп, бойын қоқырайтып, киімін өзгертіп, дауысын құбылтып, Атымтайға тағы келеді. Жомарт оны бар сый-сияпатымен күтіп алып, сұраған ділдәсін тағы береді. Осы жолда ойлағаны іске асқан қу, ділдәні енді таяғына түйіп алып, бұрынғыдан басқа жолмен жүреді. Сол арада алдынан өзен кездесіп, одан өтіп келе жатқанда, ділдә түйген орамалы суға түсіп кетеді. Қудың діңкәсі құрып, тағы да жер сипап қалады. Алаяқтың Атымтайдан 3-ші рет ділдә сұрауына тура келеді. Бұл жолы ақ ниетпен сұрап, үйіне аман есен жетеді. Сауда-саттық жасап, шаруасы оңалады. 1-2 жылда байып, тіпті қызмет ұстайды. Бір күні ол Жомарттан алған 300 ділдәсін түйіп, басқа да сый-сияпаттарын әзірлеп, Тай шаһарына келеді. Атымтай қонағын күтіп, ертеңіне кетер жолыда ділдәсінің 100-ін ғана алып, 200-ін өзіне қайтарып береді. Қонақ бұл ісіне таңырқанып, аузы аңқиып отырып қалады. Сонда Жомарт оған, алғашқы 2 рет келгенінде сенің ойың арам еді. Сондықтан саған берген 200 ділдәм өзіме қайта оралды. Алғашқысын қарға әкеліп тастаса, келесі сумен ағып келді. 3-ші рет адал көңілмен келдің, осы рас па деп сұрайды. Өзінің бұрынғы алаяқтығын есіне түсіріп, сол қылығына ұялған қонақ бұдан былай адал жолдан таймауына уәде береді.